Баршаңызға сәлем достар. Бүгін мен үй жағдайында жасалынатын өте дәмді сочный, қамыры езілмей пісетін түшпаранның рецептісін сіздермен бірге бөлісемін. Қанша қамырды жұқа қылып жайсам да менде езілмей пісіп шықты достар. Және видеоны соңына дейін қараңыздар. Ең алдымен ыдысымызға жұмыртқаны жарып алып, суды, тұзды салып, қасықпен кішкене ерігенше араластырып аламыз. Араластырып отырып, ергеннен соң ұнымызды салып, біркелкі етіп араластырып, қамыр қылып жасап аламыз. Қамырды илеген кезде толықтай қамырдың иығы қану керек. Эластичный қамыр болу керек қой достар. Енді мен қолдың көмегімен зуала қылып жасап алдым. Бір зуала болып шықты менде. Достар, осыны мен енді тұндырып қоямын. Осы ыдысқа мен бетін жауып 5-6 минутқа қалдырып қоямын. 5-6 минуттан кейін мен енді қамырды біркелкі етіп, екі жағы да қалың болмайтындай барлық жері бір тегіс қылып мен жайып шықтым достар. Өте жұқа болды менде қамыр. Енді осындай формада мен кесіп шықтым, дөңгелек тәріздес формада. Барлығын кесіп болғаннан кейін мен ішіндегі салмасын дайындап алдым достар. Менде етті, сиырдың еті болды. Мен оны қолмен майдалап турадым. Тіске басқан кезде ет желінетіндей дәмді болып шығады, қолмен турасаңыздар. Енді үстіне күштен өткізген пиязды ғана салып алдым. Пияздың кішкене ғана суын ғана сырғытып салдым. Өйткені фарш әдемі сочный болып шығады достар. Сол себептен күштен өткізіп алыңыздар. Енді тұз, қара бұрышымызды салып, қолымызбен жақсылап тұрып езіп, фарш дайындап алдым енді. Дайын болған қамырдың үстіне фаршымызды салып, осылай қылып салып алдым. Бір ас қасықта енді жан жағын бір тегіс қылып жабыстырып алып, қолдың көмегімен бір тегіс қылып осылай қайырып жасап алдым уже достар. Мінекей достар, әдемі болып шықты. Менде толықтай түйіп алдым. Осы рецептін алып жасап дайындап көріңіздер. Өте керемет дәмі. Үйдің пельмені ғой енді. Дәмді болып шықты достар. Мен енді түйіп шықтым. Менде бір тегіс қылып түйіп алдым. Өте керемет. Мен енді бұны қайнап тұрған сорпамызда 10 минут пісіріп алдым достар. Сорпада менде осылай күштен өткізген пияз бен сәбізді өткізіп алып қайнатып алдым достар. Керемет.